Тұрайын. Сағатта уақыты болып қапты. Так, киімді ауыстырайын. Айша әлі ұйықтап жатыр ма? Жарайды, ұйықтай берсін. Так, ата-анам тұрып қойған ба? Қызым, тұрыпсың ғой? Беті қолыңды жу, нақты шайыңды дайындап қойғанмын. Жарайды. Әкешім, газет оқып жатсыз ба? Иә, бір жаңалық шығыпты. Қандай жаңалық? Қалада маньяк шығыпты. Бұл рас па? Білмеймін. Жарайды онда, беті қолымды жуып келейін мен. Ауылда шынымен маньяк шықты ма екен? Шынымен болса жаман ғой, мектепке қалай барам? Ауылда маньяк шықса, өзде мен істеймін. Жарайды, ол туралы ойламақ қояйын, болды, ол өтірік. Газетте өтірік жазылады, иә. Өз-өзімді қорқытпайын. Менің сүйікті тамағымды дайындап қойыпты ғой. Жеп алайыншы. Так, 3-ші қабатқа барайын. Тұрыпсың ғой, Айша? Иә, қазір тұрғам. Киімді ауыстырайын деп жатқанмын. Астыға бап, беті қолыңды жуып кел. Жарайды. Той үйде іш пысып кетті ғой. Күнделік жазайыншы. Ойны күнделігім ішеді бытыш қой, күнделік жазайын десем. Қош, жазым келмей қалды. Мыналарды алдырған, бірақ бұларды жаттуларды істемеймін. Істегім де келмейді. Бекер алдытқан бұл. Ақшалар қымбат қой шу. Сабақ орындау керек. Әбетте мен сабаққа кетем. Қазақ тілді орындамадым да ғой. 5-ші тапсырма түсініксіз ғой. Той. Так, мен бұны шығара алмадым. Болды. Сағат әбет болып қапты ғой. Мен киініп шыға беруім керек мектепке. Мектепке бүгін аны киіп барайын ба? Осыны киіп бара берейінші. Енді үй тапсырмасын орындамағанға апай ұрыспайды деген айтамын. Сенің осы бір күн ән айтпайтын күнің бола ма? Мен әнсіз өмір сүре алмаймын. Жарайды. Надайын менің бөлмеме дейін естіледі түнде. Ұйықтай алмаймын ғой осының кесірінен. Так. Ой, мына жерді кім шашып кеткен? Шумен кітаптарым тұр. Бірақ бұлар бүгін болмайды. Мына кітабын таппай жүрмін ғой мен. Білем ғой, бұны Айша істеді. Алдымен мына жерге жетіп алайын. Рахмет, аға. Просто жолда қайығым бұзылып қап еді. Оғаш жоқ, кете бер. Жарайды. Адам аз екен ғой, бірақ та бұлардың бәрі не әңгіме айтып жатыр. Білесің ба, ауылға маньяк шықты. Я кешен түнде 2 адамды өлтіріп кетіпті. Естіп жатсың ба? Ауылда деп қалада маньяк шығыпты. Я естіп жатырмын. Сағат 5-те осы жерді жауып кетем, өйткені 6 жақын жел осы жерден өтеді екен. Шынымен
коркунучтуу ғой. Но акем көргөн газеттеги маньяк тууралуу айтып атырмы? Тез кетейинчи бул жерден. Калайсыңдар кыздар? Жакшы, өзүң калайсың Айгерим? Жакшы. Каяктан келатсың? Алыс жерден. Не сөйлесип аткан элдер? Калаада маньяк тууралуу. Ол тууралуу сендер да билесиңдерби? Ой, газетте, жаңалыкта бүкүл жерде жаңалык болуп атыр ғой. Ол кече гана 2 адам өлтүрүп кеткен. Өлө? Сен билмейсиң ба не? Мен азанда акем айткан ауылда деп кой, ауылда деп беребиз. Калаада маньяк чыккан деп газеттен окуган. Ол шын сыяктуу менин оюмча. Шынымен. Болупту кыздар, мен ишке сумкамды коюп келейин. Онсуз да 2 мүнөт калды, сааттан колумда сааттан көрдүм. Жарайды. Естиңдерби, ауылда маньяк чыккан. Онда мен кайтып кетем. Балдар да айтып атыр ғой. Калаада маньяк чыгып атыр да, сөйтүп жаңалыктан эстедим. Сол үчүн менин кызымды саат 5те кайтарып жиберчи. Жарайды. Ауылда маньяк чыгып атыр, билесиң ба? Иә, билемин. Сол үчүн мен 5те кайтам. Мен де анам апайдан сурап койгон. Сен канчада кайтасың? Бәріміз 5те кайтамыз ғой. Естип атсыңдарбы? Калаада маньяк чыгып атыр дегенде. Иә, жер шаганда таанымал болуп атыр ғой. Баары маньяк тууралуу айтып атыр, корка баштадым. Мен де саат 5те кайтамау деймин. Балалар, бәрин жиналган чыгарсыңдар, я? Талаада эч ким калмады ғой. Иә, апа, эч ким калмады. Жайды, ойбай. Сендерге балалар жаналым бар. Жаңалыкта, газеттерде эстип аткан чыгарсыңдар. Калаада маньяк чыгыпты. Иә, бүкүл жерде өсектеп атыр ғой сону. Сол үчүн бәриң саат 5те түнде калып калмауга тырысыңдар, түшүндүңөрбү? Апесе маньяк пышактап өлтүрүп кетүү мүмкүн, немесе урлап кетет, түшүндүңөрбү? Иә. Баары мугалим сендерде кай мугалим болсо да сендерде 5те кайтат. Бирок сендер үйлөрүңө кайтпай башка жолго түшүп кетпеңдер. Жарайды. Онда сабагыбызды баштайык. 45 мүнөттөн кийин. Балалар, билесиңдер, 7-чи такырыпты аласыңдарбы? Жарайды. Сау болуңдар. Мен айтканымды унутпаңдар. Мына маньяк хит болуп атыр ғой. Сол ғой. Асканага барып келейикши. Күтүңдөрчү, мен де барам. Өлө, мен корка баштадым. Шынымен. Кыздар, энди не истейбиз? Менин үйүм өтө узак. Менин үйүмө 2 саат кетеди. Өлө, сен сонда 7де жетесиң ба? Сен сонун үйүң кай жакта? Көлдөн асатын жерде. Мен күнүгө кайык менен келем. Менин үйүм өтө жакын. Меники 1 сааттай жол. Мен 4те кайтам. Оттамаш 4те кайтармайды. Туй, мен айтсай, сеники баары бир го. Меникин айтсай. Болду, аландамайык. Кеттик. Достар. Енді бұлай бастағым келмеді, бірақ еш бастауға тура келді. Енді қалада маньяк ұнайды деген ойда дегенде түсіріп қойдым ғой мен. Қателесіп кеттім осы видеода. Лайк басып тұрып келіп кетіңіздер.